Өзіңді бағаламай жүргеннің 5 белгісі. Бірінші, біреудің көңілін қалдырмау үшін өз қалауынан бас тартасың. Жоқ деу қиын, бәріне ұнағың келеді. Екінші, өзіңді үнемі басқалармен салыстырасың. Ол менен әдемі, ол менен ақылды, ол менен табысты деп өзіңнің жақсы жақтарыңды көрмей қаласың. Үшінші, комплимент қабылдау қиын. Біреу мақтаса, ой, қойшы, түк емес қой деп өз еңбегіңді кішірейтесің. Төртінші, өзіңе қатты сын айтасың. Қателессең өзіңді кешірмей, менен түк шықпайды деп ойлайсың. Бесінші, өзіңді соңғы орынға қоясың. Бәріне уақыт табасың, ақша табасың, көңіл бөлесің, бірақ өзіңе келгенде кейін дейсің. Бұл жақта маңызды нәрсе түсініп алу керек. Өзіңді бағалау деген өзіңді өзгелерден жоғары қою емес. Бұл жақта менің де қалауым, менің де сезімім, менің де уақытым, менің жеке шекарам маңызды деп қабылдау ғой. Егер осы белгілерден үшеуі сенде бар болса, демек өзіңмен қарым-қатынасты өзгертетін уақыт келген сияқты. Парақшаға тіркел, өзіңмен қарым-қатынасты жақсартамыз.